Бүкіл ислам дүниесіне танымал ұлы ғалым Имам Ғазалидің Мукашафатул Құлуб еңбегі қаншама ғасырлардан бері адамзатқа жол көрсетіп келе жатқан бағалы еңбектердің бірі. Өйткені бұл еңбек жан дүниесі алай-дүлей болып қиналған, не адамдық асыл қасиеттерден алыстаған адамдарды Құранның және сүннеттің нұрымен бақытты өмірдің жолына бағыттап келеді. Қоғамды бұзатын тәкаппарлық, екіжүзділік, атаққұмарлық, кекшілдік, қатыгездік, әділетсіздік, тағы сол сияқты рухани кеселдер бар. Қайсы бір қоғамда сондай ауруларға шалдыққан пенделер көбейсе, сол қоғам моральдық тұрғыдан құлдырауға ұшырап, өз ішінен ыдырай бастайды. Адам табиғатын кемшіліктерден арылтып, жан дүниесіне иман, ықылас, мейірімділік, қайырымдылық, кішіпейілділік, жомарттық, кешірімдік, әділеттік сияқты асыл қасиеттерді сіңдіруге болады ма? Имам Ғазали бұл еңбегінде жоғарыдағы кеселдерден арылып, мәңгілік бақытпен жан дүние рахатына жетудің жолдарын көрсетіп өткен. Егер қоғамдағы мейірімсіздік пен қатыгездіктің орнын кешірім мен мейірім, тәкаппарлықтың орнын сыпайылық, кішіпейілділік, екіжүзділік пен мақтаншақтықтың орнын ықыластылық, әділетсіздіктің орнына әділеттілік иеленсе, сол қоғамда бақыт, тыныштық орнайды. Міне сол себептен бұл кітап қазақ тілінің аудармасының елімізге тарту етілуі де өзгеше маңызды іс деп білеміз. Екіншіден, кітапта сәнәді анықталмаған риуаяттар мен оқиғалар көп кездеседі. Бірақ олар жалпы ислам құндылықтарын көрсетіп, Құран мен сүннеттің тура жолына бағытталып тұрғандықтан, белгілі ғұламалар тарапынан кеңірек халқада қабыл алынып, оқылып, айтылып, тәлім-тәрбиеде кеңінен қолданылып келген. Қорыта айтқанда, бұл кітапта адамды адам қылған және пенденің дүниелік, ақыреттік бақытына себепкер болатын өте маңызды ұғымдар қамтылған. Кітап авторы ислам әлемінің ұлы ойшылдарының бірі Имам Ғазалидің толық аты жөні Әбу Хамид Мұхаммед ибн Мұхаммед әл-Ғазали. Ислам дүниесіне ол Худжатул Ислам, яғни ислам ілімдерінің дәлелдеушісі лақабатымен танымал. Имам Ғазали 450 жылы Иран аймағындағы Туз қаласында дүниеге келген. Әкесі Ғазал, нақтырақ айтқанда матат оқыған жұмысшы болғандықтан Ғазали деп айтылып кеткендігі айтылады. Кейбір ғалымдар оны Ғазаля деген жерде туылғандықтан Ғазали деп те аталғанын айтады.